Ассалаумағалейкум ағайын, қалайсыздар? Жалпы негізі бұл Кучинский деген балапан тауықтың өзі қымбат жүретін тауық. Арзандары да бар. Мысалы, Ломан Браун дегеннің Хайсекс Браун, Хайсекс Уайт дегендер бар. Кросстар. 300 теңгеде, 250 теңгеден де бар. Бірақ ол жаңағыдай Кучинский сияқты емес та ол. Жем таңдап қалған тауықтар. Мен өзім Ломан Браун асырап көрдім. Өзің жемін бермегенем 9-шы айында бірақ туды ғой. Сол үшін айтып жатқаным сол. Негізі бұл жерде ешкімді қинаш жоқ. Әркім өзі біледі. Алса да, алмаса да. Мен сөйтіп шығарғаннан кейін көрермендер арасынан кісілер WhatsApp-қа шығып хабарласқаннан кейін бізге де тапсырыс беруге бола ма, алдырып бере аласың ба дегеннен кейін барып мен шығарған жайым бар тұғын. Ешкімді қинап мен заказ бере қал демеймін. Әркім өзі біледі. Жалпы мен өзім кішкене тауықтан хабарым болғаннан кейін мен сіздерге айтып жатқаным сол. Таза қанды деп. Өзі осы Шымкенттің өзінде де бар. Мысалы Маран деген тауықтың пародасы бар да. Ол Шымкентте 1000 теңгеден басталады. 1000. 1,5 теңгеге дейін барады. Суточный балапаны. Оның жұмыртқасы жаңағыдай емдік қасиеті бар. Және Ухэй Улей деген Қытайдың тауығы бар, білесіздер. Білесіңдер, білмейтіндеріңіз бар. Оның өзі де қара, еті де қара болады. Ол жаңағыдай ауруларды емдейтін тауықта. Рак, сондай ауруларға қарсы. Оның суточный балапандары 5000 теңгеден басталады да 10 000 теңгеге дейін барады. Оның да түрлеріне қарай кетеді. Міне. Сол үшін Джерзинский гигант дегендер бар. Олар да 1000 теңгеден басталады. Әртүрлі ғой енді, ол әркімнің несіне қарай да, жаңағыдай усмотрениесіне қарай. Бірақ олардың әрқайсының күтімдері әртүрлі да. Мысалы 5000 теңгенің жаңа алған нелеріңіз, Ухэй Улей дегендердің оның өзінің арнайы тамақтары бар. Ошым ол алтын да, алтынмен тең болып тұр, ошым оның бағасы. Күтімі де сондай да оның. Сол үшін мен ең жаңағыдай сіздердің қателіктеріңізді кешіретін тауықтың пародасы түрін сіздерге ұсынып отқаным сол тұғын. Жалпы әркім енді өзі біледі. Ешкімді қинаш жоқ. Тапсырыс берсеңіздер де, бермесеңіздер де өздеріңіз білесіздер. Міне, мен сол айтқым келген. Мен енді ел-жұрт сұрағаннан кейін қолымда кеп тұрған кезде жәрдем бергім келді. Міне менің негізгі идеям осы. Ол мен бұл жерден бір ақша істеп қолу басқа емес. Питерский генофонд деп іздеңіздер Google'дан. Сол жерден табасыздар барлық информацияны. Хабарласыңыздар, айтады сіздерге қаншадан бастап сатылады, қалай аласың, не болады, міне. Оның бәрі интернетте тұрған нәрсе. Сол үшін ешкімде қинаш жоқ бұл заманда. Әркім өз ерке алам десеңіздер де, алмайым десеңіздер де, ағайын. Міне, айтқым келген сол. Бүгін Құдай қаласа жаңағы брудердің заттары бойынша мен сіздерге видео шығарам. Қайсысын алу керек, қайсысын алу керек, қайсысын алудың керек жоқ. Міне бұл мәселе бойынша шығарам. Және балапан асырайым, жалпы негізі Кучинский болмасын, басқа болмасын, балапан асырайым дейтін болсаңыздар, Пурина деген жем бар. Самарский, Россиядан келеді ол да. Ең мықты жем. Ең мықты жем. Оғыт жемге жететін жем жоқ қазір таңда да. 30 килосының өзі 8200 теңге тұрады Шымкентте. Мүмкіндіктеріңіз болатын болса, содан алып қойыңыздар 2-3 қап. Оның жарамдылық мерзімі 6 ай. Соның именно для бройлеров деген алыңыздар. Сол кезде сол тез көтереді. Балапандарыңыз бір айда кәдімгідей ширақтанып, салмақ жинап, бір мықты болады. Міне, сол жемнен тауып өздеріңіздің жерлеріңізден Пурина, аты Пурина. Соны для бройлеров дегеннен бір 2 қап, для несушка дегеннен 1 қап алыңыздар да, жаңа бройлер деген несушка екеуінің араластырып жеңіздер беріңіздер. Старт 1 ай. Зато міне балапандарыңыз енді действительно мықты болады. Тез көтеріледі. Кейін уже өзіңіздің жемдерден бере берсеңіздер болады. Өзіңіз құрама жем құрап берсеңіздер де болады. Бірақ бірінші кезекте соның стартын беріңіздер. Мүмкіндік болса соны беріңіздер. Өте тамаша жем.
мен сіздерге соны кеңес беремін. Ал брудердің заттары бойынша мен видео шығарам, құдай қаласа бүгін. Қай жерден алу керек екен, қайсысын алу керек екен. Міне, сол кезде ешқандай ұтылмайсыздар. Мен алдын тапсырыс беремін брудерге. Оны атмен аптастан оның видеосын жіберді, ұнамады маған, көңілімнен шықпады. Жаңағыдай 11 мың теңге не берген, задатып берген, қалды сол кісіде. Ойдағыдай алдындағы өз істемеген ба бірден дегенде ол зат ше, содан қарап істеген ба бір нәрсе, ана істеген заты көңілімнен шықпады. Сонымен басқа бірісін көріспен ғой деп едім, ол басқа әңгімелер айтып кетті, әңгіме ұзақ қысқасы. Сосын мен айттым, онда керек емес дедім, ақшаның күйет деді, мақ күйсе күйе қойсын. Сөйтіп ода отказ бердім. Енді жаңағыдай мен бір жақсы нелер тауып алдым, соны мен сіздерге ұсынам. Сосын кейін тауып аламыз, кейіннен кейін оны қалай құрастыру керек, не істеу керек бойынша тағы да бір видео шығарам. Ал сәттілік барлықтарыңызға, күндеріңіз сәтті өтсін.